Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілінен бірінші тараудың тақырыбы мәңгілік ел мұратым. Бүгінгі сабақта мәтіннің стилін тілдік құралдары арқылы анықтайтын боламыз. Сабақ мақсаты қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Бағалау критерийлері оқушы публицистикалық көркем әдебиет стильдерінің тілдік ерекшеліктерін біледі. Публицистикалық көркем әдебиет стильдерін қолданылған тілдік құралдар арқылы таниды. Олай болса суретке назар аударыңыздар. Мәңгілік ел жайында өз ойларыңмен бөлісіңдер. Қылғалам шебері Айтуаровтың қолынан туған осы Асанқайғы картинасына назар аударыңыздар. Суретшінің қиялындағы мәңгілік елі қандай екен? Ал сіздің қиялыңыздағы мәңгілік елі қандай? Өз ойларыңызды сызбаға салып көрсетіңіздер. Бірінші тапсырма. Дәптерлеріңізге сызбаны сызып, мәңгілік ел ұғымын естігенде ойларыңа не келеді? Соны осы сызбаға түсіріңіздер. Яғни мәңгілік ел дегенде сіздер қандай елді елестетесіздер? Соны жазыңыздар. Олай болса, мәңгілік ел ұғымының шығу тарихына тоқталайық. Жаһандық тұрғыдан қатысуы. 2016 жылы 26 сәуірде Қазақстан Халқы Ассамблеясының тәуелсіздік, келісім, болашағы біртұтас ұлт атты 24 сессиясында мәңгілік ел патриоттық актісі қабылданды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мәңгілік ел патриоттық актісі бұл қазақстандықтардың біртектігі мен бірлігінің ауқымды да бірегей генетикалық бағдарламасы деп атап көрсетті. 2018 жылы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауы мен ұлы даланың 7 қыры атты мақаласы шықты. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырақтың ұлттық идеясы, әрі бабаларымыздың асыл арманын, аманатын жүзеге асыру. Яғни мәңгілік ел болу, шектеусіз ғұмыры бар, тәуелсіз, тұғыры биік, ғылым білімі дамыған, бірлігі жарасқан қабілетті ел болу үшін болашақ ұрпағымыз осы негіздегі мықты идеологияны бойына сіңіруі қажет. Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Өлеңді мәнерлеп оқыңдар. 6-шы тапсырма. Қазақ тілі оқулығының 8-ші бетінде. Теңдік үшін мұхитқа қайық салдық. Еске түсіп, езіліп отыр ішім. Тарих қойны, қан мен жас өкінішім. Таулар шөгіп, батырлар шейіт болған, тәуелсіздік таңына жету үшін. Бағынғамыз, басымыз ноқталы боп. Ішімізде көмілген көп қабілет. Теңдік үшін мұхитқа қайық салдық. Жан таласқа, жақтас тек ақ қаділет. Ақ сәулесін түсірер жорықтардай, аңыздарда айтылған алыптардай, бабалардың жетпеген ұларманын болашаққа боздағыл алып барғай. Күләш Ахметова. Өлеңнің толық нұсқасын оқулықтан оқып танысыңыздар. Өлең тақырыбын қалай түсіндіңдер? Яғни өлең не туралы? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, тәуелсіздік туралы. Тәуелсіздікке қалай жеткендігіміз туралы. Мәтіннен ерекшелеп берілген сөз тіркестерін теріп жазып, синонимдер қатарын беріңдер. Үлгі бойынша осындай кесте сызасыздар. Мысалы, ерекшелеп берілген сөз тіркестерінің алғашқысы таулар шөгіп. Таулар шөккен деген сөздің синонимі ретінде таулар аласарған дегенді берген. Яғни таулардың кішіреюі. Ал осы өлеңде таулар шөгіп деген сөз тіркесі тура мағынада қолданылып тұрма, әлде ауыспалы мағынада ма? Қалай ойлайсыздар? Бұл өлең тау туралы ма, табиғат туралы ма? Әлде басқа нәрсе туралы ма? Дұрыс айтасыздар, таулар шөгіп сөз тіркесі ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Өлеңге назар аударып, қайтадан оқып шығатын болсақ, таулар шөгіп, батырлар шейіт болған, тәуелсіздік таңына жету үшін. Тәуелсіздікке жету үшін батырлар шейіт болған дейді. Оны біз тарихтан өте жақсы білеміз.
сонау жоңғар шапқыншылығынан бастап қаншама батырларымыз осы тәуелсіздік үшін, елімізді аман алып қалу үшін, жерімізді алып қалу үшін қаншама қан төккен. Ал таулар шөгіп деген сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Дұрыс айтасыздар. Осы тәуелсіздік жолында тек қана батырлар емес, қаншама ел ағасы, ел басшылары, қаншама мықты азаматтар да өмірден өткен. Автор осыны бейнелі түрде осындай көркемдік құралдар арқылы жеткізген. Осы үлгі бойынша мағынасын түсіндірсеңіздер өте жақсы болар еді. Осы бейнелі тіркестерді өздерің қандай жағдайда қолданар едіңдер, сөйлем құрап жазыңдар. Оқушылар, байқасаңыздар, біз ерекшеленген сөздерді теріп жаза отырып, олардың мағынасын аша отырып, осы өлеңнің тіліне талдау жасап жатырмыз. Яғни тілдік құралдары арқылы стилін тану үшін жұмыстанып жатырмыз. Ерекше болып көрініп тұрған тілдік құралдар, яғни сөздер мен сөз тіркестер арқылы біз бұның қандай стиль екенін білеміз. Бұл мәтін қандай стильге жатады, қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, көркем әдебиет стиліне жатады. Ең бірінші себебі, әрине бұл өлең, поэзия болғандықтан міндетті түрде көркем әдебиет стиліне жатады. Ал оны біз қалай дәлелдей аламыз? Дұрыс айтасыздар, сөз тіркестері, сөздер арқылы дәлелдей аламыз. Ауыспалы мағынадағы бейнелі сөздер оның бірден бір дәлелі. Олай болса, сабағымыздың негізіне тоқталайық. Көркем әдебиет стилі. Көркем әдебиет оқиғаны сурет бейнесінде баяндайды, танытады. Оқиға кейіпкерлердің іс-әрекеті, сөзі, мінезі, келбеті қатысып баяндалады. Оқиға болған күннің реті, жер жағдайы аталады. Мұны оқиғаны образды түрде бейнелеу дейді. Көркем әдебиетте оқиғаны баяндауда автордың әсері, сезім күйі де суреттеліп беріледі. Осы жайлар көркем әдебиеттің ерекше баяндалу мәнерін, стилін қалыптастырады. Қазақ көркем әдебиет стилінің қалыптасуына, дамуына халық ауыз әдебиеті, атақты ақын жазушылар Абай, Жамбыл, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов, Ғабит Мүсірепов және тағы да басқалары зор үлес қосты. Көркем әдебиет стиліне тән ерекшеліктер мынадай. Бірінші, образды сөздер мол қолданылады. Яғни бейнелі сөздер деген сөз. Ауыспалы мағынада келетін бейнелі сөздер. Екінші, экспрессивті сөздер мол болады. Экспрессивті эмоционалды сөздер дегеніміз ерекше рең беретін сөздер, ол жерден әртүрлі көңіл күйді түсінуге болады. Үшінші, мәтінге ритм, интонация, әсерлік құру үшін көп жұмсалады. Оны біз поэзиядан, өлеңдерден байқаймыз. Төртінші, шығарма тартымды болу үшін синоним сөздер, грамматикалық амалдар көп пайдаланылады. Әрине бұл ерекше қолданыстар туралы. Көркем әдебиет стилінің бұл ерекшелігін ұлы Абай былай айтқан. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы, ділге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Осы ерекшеліктер арқылы көркем әдебиет адамның көңіл күйін, сезімін оятады, көркемдік тәрбие береді, сөз мәдениетін ұштайды. Олай болса, бүгінгі сабақтағы өздеріңіздің жұмыстарыңызды өздеріңіз бағалаңыздар. Дескриптор, сұрақтарға дұрыс жауап жаза алдым. Алғашқы сабақтың бөлігіндегі сұрақтарға дұрыс жауап жаза алдыңыздар ма дәптерлеріңізге? Өздеріңізді бағалаңыздар. Әдеби нормадағы тіркестерді қолдандым. Әдеби тілмен сөйлеуге тырыстыңыздар ма? Өздеріңізді бағалаңыздар. Деректерді келтірдім. Яғни фактпен, дерекпен жұмыс жасай алдыңыздар ма? Келесі, публицистикалық көркем әдебиет стильдерінің тілдік құралдарын анықтадым. Осының ішіндегі көркем әдебиет стилінің тілдік құралдарын анықтадыңыздар ма? Жақсы. Біз осы көркем әдебиет стиліне тән 4 ерекшеліктің қайсысын мына мәтіннен көре білдік? Қалай ойлайсыздар? Образды сөздер, экспрессивті сөздер,
мәтіндегі ритм, интонация немесе синоним грамматикалық амалдар. Қайсысы деп ойлайсыздар? Соны жазып кетіңіздер. Және сабағымызды қорытындылау үшін 4 сөйлеммен аяқтайық. Тыңдаған мәтін бойынша пікіріңді білдір. Өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Пікірді дәлелде, себебін түсіндіріңіздер. Өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз және ой қорытындысын жасаңыз. Сабағымызға рефлексия. Мен бүгінгі сабақта не білдім, мен не үйрендім, маған не ұнады, маған не қиындық туғызды, менің көңіл күйім қандай болды. Осыны толтырыңыздар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.